Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі, Алаштың баласына насып болған, құтты болсын Наурыз мерекесі. Қалай? Дуракам везет, ведь поэтому дурак я десең артына сырасың. Я, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Жылдан жылға осылай аман есен жете берейік, ақ мол болсын, қайда барсаң жол. Енді креативно құттықтауға уақыт та жетіспеді. Біз енді Талдықорғаннан қазір Алматыға жолға шығып бара жатырмыз. Осындағы мәселелерді шештік. Бұйыртса кеше айтқандай посадочный жермен помещенияларды қарап, бұйыртса Талдықорғандағы роднойлар үшін жақсы жаңалық болады деген ойдан. Айтпақшы, Талдықорғандық роднойлар кеше обещать еткен сыйлығым уже жіберіп жатыр. Рахмет. Келесі, енді қашан келесің? Ау? Енді қашан келесің? Енді сен кел енді Алматыға. Все. Ертең барам. Все, давайте, жол. Дуракам везет, ведь поэтому дурак ты деп қыздың даусымен айтатын бар екен ғой. Соны күшті видео жасап беріңізші ме? Ucaricapu, ya apúntate a la... Қайырлы күн туыстар, қалайсыздар? Құрметті қыздар, бүгін осы мейрамда наурыз көжелеріңізді істеп үйде отырыңыздар. Өйткені бүгін Қайсар қалада Ага. ойлаңдар. Балалар мүмкін. Одан Апас. кейін өмір бойы құтылмайсыңдар. Бұл уақытта деп. Мына бала не дейді. Біз Қайсар екеуміз қалада жаңа лағман жейін дейді. Лағман жейін көп тұрса лағман істеп жүріп қазір. Күндеріңіз сәтті өтсін. Наурыз көжелеріңіз дәмді болып толтырып ішіңіздер, тойып жүріңіздер деп Если что, біз шақырыңыздар, естіштіңіз. біз барамыз, Қайсар екеуміз қонаққа барамыз. Қайсардың ең жақсы көретін өлеңі. Қара шаһардан Шымкент шаһарға келін болып кеттің лайлайлы. Басқа ойладым, басқаны жаным, шын бақытты еттің лайлайлы. Қара шаһардан Шымкент шаһарға келін болып кеттің лайлайлы. Қайсармен бірге медеу келгенбіз ғой. Сөйтсек, заранее бронь жасау керек екен анаға міну үшін. Қайсардың көтені ауыр екен. Кіре алмадық. Енді осылай тауды қарайсың. Осылай қайтамыз. Қумашы, Не қумаш? жүретін жол бар еді ғой. Ол алысты ғой ана жақта ғой. Барасың ба пешком? Жаяу барасың ба? Кеттік онда. Ана мен апарайық деп. Сосын айтпақшы, өткенде ана Кана деген жігіт естеріңізде ма? Белгілеп едім ғой сол кезде сол страницасында 49 мың адам өткен ғой. Прикиньте, ойлаңыз 49. Қызық екен. Иә. То кіріп қалса аккаунт закрыт и 0 публикация ғой. Кіріп шығып кеткен ғой бәрі ше. Ана бір кішігірім блогер болғанда, бір хотя бір 20 пост болғанда, елдер кіріп подписаться етіп, келісетін еді. Сол үшін пост салып жүріңіздер деп айтқымыз келеді. Иә? Иә. Иә? Маска жер болды. Болады. Иә. Қиналып кеттің. Ой, қосым өтті де. Не болды? Жынды оқығаны кетсін. Өй, ашылан ба? Жынды оқуымен. Осылай менің Қайсар ашуыма тиді. Осылай болады менің. Мінезін көрсетті, енді кітап оқып қойдым. Енді сен ба солай? Сесін ба солай? Енді бітір сол кітапты оқып. Айналайын қарағым-ау. Құйрығын әрі бері сермеп, мені жей алмайсың дейді. Мен осы орманға қожайын болуға келдім дейді. Қожайын болуға келдім дейді. Жолбарыс Қайсардан Қайсар, бір күнге. Қыздарға ма, қызға ма? қызға. Бәсе, шықтаспасы емес. Әдемі екен. Қайдан алдың? Себебі тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау, өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау. Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді.
шедевр